Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Рамазан айында Астана мешіттеріне түнгі автобустар қатынайды. Бұл туралы Астана қаласының діни істер басқармасының басшысы Нұрдәулет Әлмұқанов мәлім етті деп хабарлайды Бақ КЗ тілшісі. 2023 жылы Рамазан айы 23 наурыздан бастап 20 сәуір аралығында өтеді. Ораза айт мерекесі 23 сәуірге жоспарланған. Осы жылы ораза 29 күнге созылады. Қадір түні 17 сәуірден 18 сәуірге қараған түні өтеді. Бұған әкімдік тарапынан арнайы жоспарлар құрылып, қала бойынша жұмыстар атқарылады. Рамазан айында ораза кестесіне сәйкес күнделікті тарауых намазынан соң қала әкімдігі 5 бағыт, яғни 5 мешіт бойынша 15 автобус жүргізілетін болады.